Бұл тағамды міндетті түрде ауызашарға дайындап беріңіз. Себебі өте пайдалы, дәмді әрі жеңіл тағамдардың бірі. Ұзақ қайнатылған еттердің сорпасынан дайындалатын ерекше тағам шорпа тағамы. Бұл тағам біздің үйдің ең сүйікті тағамдарының бірі. Етті қайнағаннан кейін көбігін алып, бір тұтас жуаны салып жібереміз. Сол кезде сорпаңыз одан сайын дәмді әрі мөлдір болады. Етті піскеннен кейін сүзіп алып, сорпаңызды тағы бір сүзіп, одан кейін майлы болып жатса, мен әрдайым сорпаны екінші ыдысқа бөліп салып қоямын. Екінші күні балаларыма лапша жасап берсем де, бөлек сорпа тұрғаны өте ыңғайлы. Қайнаған сорпаның үстіне помидор, сладкий перецтерді және де картоп пен сәбізді барлығын салып, чеснокты салсаңыз болады. Піскенше дейін қайнатып аламыз. Үстіне петрушка мен укропты салып ұсынамыз. Өте дәмді әрі өз-өзімен пісетін оңай тағам, міндетті түрде жасап көріңіз.